Жақсы есім таңдау. Адам ата мен Хауа анаға жапырхақ бір бала беріпті. Екеуі кей кездері балаға таласып қалады екен. Бірі менің балам десе, бірі менікі депті. Екеуінің арасында алғаш талас, жанжал болыпты. Мұны көріп тұрған Тәңірі баланы көгершінге айналдырып жібереді де. Бала екеуіне де ортақ. Біріңнің қуатыңмен, біріңнің шуағыңмен дүниеге келді. Бұдан былай таласпаңдар, тату болыңдар. Алғашқы балаларын көгершінге айналып көкте ұшады. Осы татулықтарының белгісі болады депті. Көгершін қазақ түсінігінде адам атаның алғашқы баласы екен. Ер мен әйелдің кейде бұл менің балам, жоқ, бұл менің балам деп таласып қалатыны осы оқиғаның жырында деседі. Хауа анамыз екінші рет құрсақ көтеріп, бір ұл, бір қыз туады. Адам ата ұлыма қандай ат қою керек екенін Тәңірден сұрайын деп тауға кетеді. Сол кезде Ібіліс періште кейпінде Хауа анаға келіп, мені Алла жіберді. Ұлына Қабыл Харис деп ат қойсын деп айтыпты. Харис Ібілістің бір есімі еді. Хауа ана баласының құлағына Қабыл Харис деп азан шақырып ат қояды. Адам ата таудан келгенде Ібілістің ат қоюға араласқан біліп қатты алаңдапты. Расында Қабылдың кейіннен Ібілістің арбауына тез көніп, бауыры Әбілді өлтіруіне осы есімі әсер еткен еді. Осы оқиғадан соң әйел адамның балаға азан шақырып ат қоюына тыйым салынады. Ат қойған кезде де жақсы рухани мәнді атты таңдап қою жоралғы болып жетіпті. Осыған орай бертіндегі қазақ сахарасында өткен мынадай оқиғаны айта кетудің сәті түсіп тұр. Абыз бидің батасын алмақ боп үш жігіт ел сыйлаған шешен қарияға келеді. Серікбай мен Жаманқұлдың сөзін тыңдап, оларға өзінше баға берген би үшінші жігітке қарап, шын асылдың көзінде жасыл от болады деуші еді. Қарағым-ай, нұпсыңды айтшы дейді. Сонда әлгі жігіт, әкемнің аты Аман бала, өзімнің есімі Кәріпжан дей бергенде, Абыз би бармағын тістеп тіксініп қалыпты. Қабай, ат аспаннан нұр пейіштен деуші еді. Ой пәле-ай, бекер болған екен. Әкең бұл атты бекер қойған ғой саған деп басын шайқаған. Абыз би отырып былай деп бата берген екен. Ырысын жауға бермес, намысын дауға жібермес. Елдің ері кісі танысам сен боларсың. Бірақ қарағым түбі бір нәрседен кем боларсың. Кәріпжан қартайған кезде жаманға бұйырған көп жақсы аттың бірін әкем маған неғып қаймады екен деп налиды екен. Өйткені қара қылды қақ жарған әділ би өз кіндігінен перзент көрмепті. Сондықтан сәбиге көркем есім қою ата-ананың міндеті саналды.